Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 4 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқта. Егер жұмыстағы әріптесіңіз сізді тағы да ілмекші болса, оны елемей дәл осы тонмен жауап бере аласыз. Біраз уақытқа дейін ол сізден қалып қояды. Қалағандай көп ақша болмаса да, бүгін сіз өзіңізді аздап еркелетіп, кешке демалуыңыз керек. Торпақ. Бүгінгі жұмыс сізге болашақ үшін жақсы перспективалар әкеледі. Қаржы жағдай тұрақсыз, ақша ағымын бақылау өте қиын. Өзіңіздің мінез-құлқыңызды талдаңыз. Егер сіз өзіңізбен жұмыс істей алмасаңыз, керемет оқшаулануда бола аласыз. Егіздер. Бүгін сіз өміріңізді күрт өзгертетін, оны жарқын істермен толтыратын жаңалықтарды білетін боласыз. Бүгін жасалған игі істер ішкі үйлесімділік береді. Шаян. Бұрын жақсы істеген жұмысыңыз үшін сыйақы алатын уақыт келді. Өсек аяңнан олақ болыңыз. Арыстан. Арыстандарға бүгін олардың армандарына жетелейтін кем дегенде бір іс жасау пайдалы болады. Бүгін жоспардан тыс шығындарыңыз болуы мүмкін. Бикеш. Бүгін бикештер үшін жаңа таныстық болады. Ол ұзаққа созылмайды, бірақ ұмытылмас қуанышты естеліктер сыйлайды. Тараза. Жоғалған нәрсені қайтаруға тырыспаңыз. Таразылар өздеріне тиесілі емес нәрсе алғысы келуі мүмкін, бірақ шабуылға шығар алдында 3 рет ойланыңыз. Сарышаян. Саршаяндардың бүгінгі мақсаты келесі күнге дейін минималды шығындармен өмір сүруге деген ұмтылыс болмақ. Жалған күлімсіреудің артындағы түлкіні көруге тырысыңыз. Мерген. Бүгінде мергендер бір нәрсемен айналысып кетуі мүмкін. Сондықтан олар күннің қалай өткенін байқамай қалады. Өзіңізге деген сенімділік шегін жоғалтпауыңыз керек. Тауешкі. Егер тауешкілер ұзақ уақыт бойы біреуге қоңырау шалғысы келсе, бірақ батыл жетпесе, бүгін олар міндетті түрде өз ойларын жасау керек. Бүгін ұзақ уақыт бойы шетке сырылып келген шағын жұмысты аяқтауға тамаша уақыт. Су құйғыш. Адамдарға деген күдігіңіз бен сақтығыңызды бір сәтке болса да ұмытып кетіңіз. Сонда өмір сізге бұрын-соңды армандамаған тосын сый жасайды. Бүгін өткенді ұмытып, алға ұмтылу ұсынылады. Балықтар. Сіз бәрін дұрыс жасап жатырсыз. Сондықтан кешке теледидар алдындағы диванда аздап демалуға болады. Бүгін сіздің ойыңызға келетін идеяларға тоқталудың қажеті жоқ. Олардың оң нәтиже беруі екі талай. 4 мамырға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.